Сәлем қыздар, өте дәмді, осындай үлпілдек, жұмсақ булочка дайындаймыз. Алдымен біз опорасын дайындап аламыз. Жылы сүтімізді құйып, үстіне жылы суымызды құямыз. Бір ас қасық дрожжымызды салып, қантымызды саламыз. Бізде бұл жерде 4 ас қасық қант, ванильный сахарымызды салып, үстіне 3 ас қасық ұн саламыз. Осы массамызды жақсылап араластырамыз. Жылы жерге 15-20 минутқа дрожжымыз біздің көтерілу үшін қойып қоямыз. Міне бізді көтерілді, дрожжымыз осындай болу керек. Енді үстіне сұйық майымызды құйдық. Содан кейін бір жұмыртқамызды салып, үстіне жарты ас қасық тұзымызды саламыз. Міне енді біз 500 грамм ұнымызды дайындап қойдық. Осы массамыздың үстіне ұнымызды салып отырып, қолымызбен жұмсақ қамыр илейміз. Бізде жұмсақ қамыр болып шығады. Егер сіздің қамырыңыз кішкене қолға жабысып жатса, ұн қоссаңыздар болады. Біздің қамырымызды илеп болдық. Енді үстіне осылай сұйық майымызды құйып, осылай майлаймыз қолымызбен. Жылы жерге 1 сағатқа қойып қоямыз. Біздің қамырымыз міне көтерілді. Енді қазір біз булочкамыздың пішінін келтіріп жасайтын боламыз. Мен 2 түрі қылып жасаймын. Сіздер қалауыңызша басқа түрлеріне өзгертсеңіздер болады. Алдымен қамырымызды осылай бөліктерге бөліп аламыз. Мен осындай дөңгелек пішінде жасаймын. Барлығын осылай жинап аламыз. Біз қамырымызды кішкентай қылып алу керекпіз, себебі қазір піскен кезде пышный болып көтеріледі. Сондықтан да кішкентай дөңгелек қылып алсаңыздар болады. Міне менде осындай болып шықты. Енді қазір мен екінші пішінде жасаймын. Бұл түрінде кішкентай бөліктерге бөлеміз. Бұл булочканың түрлерін басқаша қылып жасасаңыз да болады. Маған осы 2 түрі ұнайды. Осылай жайып алдым. Жұқалап. Содан кейін пышақпенен жартысын қамырын кесемін. Үстіне мен мак салдым. Ішіне начинкасына сіз қалауыңызша вареная сгущенка немесе шоколад басқа да салма салсаңыздар болады. Мен ішіне екінші салмасына осындай шоколад қолдандым. Біз булочкамыздың барлығын жасап болғаннан кейін 15-20 минутқа жылы жерге осы күйінде қойып қоямыз. Біздің булочкаларымыз сол кезде күшті болып пісетін болады. Міне бізде көтерілген түрі осы. Мен үстін осылай пышақпен кестім. Ол үшін сіздің пышағыңыз өткір болуы керек. Сол кезде біздің булочкамыз жақсы кесіледі. Бұл көтерілген түрі, осылай көтерілген кезде үлпілдек болып піседі. Үстіне енді жұмыртқамызды араластырып, жұмыртқамызды жағып шығамыз. Үстіне қалауыңызша қант сепсеңіздер де болады. Мен кунжут септім. Енді қызып тұрған пеште 25-30 минут булочкамыздың барлығын сарғайғанша пісіріп аламыз. Біздің булочкамыз дайын, міне қыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді. Менің каналыма тіркеліңіздер.